Сәлеметсіздерме? Кешегі мен салған видеом бойынша маған жекеге жазып жатқан әріптестеріміз бар. Сол кісілер үшін тағы да бір қосымша айтып кетейін, бір ақпарат. Міне Answer Garden платформасы, яғни кері байланысқа арналған платформа ғой. Енді осыны мен өзімнің телефонымнан қазір жасап көрсетейін. Кейбір оқытушылар айтып жатыр, сканерден шықпай тұр деп, QR код шықпай тұр деп айтып жатыр. Сол үшін міне Answer Garden деп жазамын Яндекске. Міне сайт ашылып тұр. Қазір міне шықты, е. Енді мен осы сабақ бойынша қорытындылайтын кезде бір сұрақ беремін. Бүгінгі сабақтан не үйрендіңіз? Енді төмен қарай түсіреміз. 20-40 таңдауға болады дейді. Мен енді бұл жолы 40 таңдайын деп тұрмын. 20 аз екен негізі. Сосын кейін бір күн, не болса бір апта. Енді өздеріңіз білесіздер, мен бір аптаны таңдаймын. Гридті басамыз. Енді мына жерде бір бет ашылды, е. Бұл жерде бүгінгі сабақта не үйрендіңіз деген жерге мен мысалы тақырыпты жазып қойғым келіп тұр. 10 сыныптың, міне дәл осы моментті мен айтпай кетіппін кеше видеода. Елдердің экономикалық дамуы деп жазайын. Елдердің экономикалық даму көрсеткіштері міне жазылып тұр, е. Енді осыны қарастыруға жіберемін. Ағылшынша шығып тұр. Міне ортаға шықты сөз. Енді бұдан QR жасаймыз. Міне, мына жерде ағылшынша шығып тұр. Tap for QR image деп басамыз. Міне QR шықты, е. Енді осы жерде бізде әріптестеріміз соткамен қарағанда шықпай жатыр деп маған жекеге жазды. Ол үшін міне осылай оқушылар телефонда алады. Содан кейін жоғары жақта, телефонын жоғары жақтан түсірсеңіздер, сканер деген бар. Егер ондай болмаса телефондарында балалардың, онда соткаларына Play Market'тен сканер деп орнатып алу керек. Менде телефонымда бар екен. Міне, сканерге бастым. Қазір оқу керек. Міне, көрдіңіздер ме? Результат деп шығып тұр. Енді мен астын басам, перейти на сайт. Қазір менде осы сайт ашылады. Енді мен бұл жерге экономикалық даму көрсеткіштері деп тұр. Енді мен бұл жерге жауап жазу керекпін, е. Сонда оқушы мына жерде бүгінгі сабақта не үйрендіңіз деген сұрақ тұр, және тақырып тұр. Енді tap your answer here деп тұр ғой, е. Сол жерге мен мысалы үшін бүгін не үйренгенімді жазам. 2 бөлікті модель. Мысалы 2 бөлікті модельде дамыған елдер туралы білдім деп айтады. Кейбіреулер 3 бөлікті модель, көп бөлікті модель түрлері көп қой. Енді сосын кейін оның жауабын жазып жібереміз. Мына жерде міне шетіндегісін басамыз. Міне, менің жазған жауабын экранда шығып тұр. Мұғалімнің жазған шығып тұр, енді оқушының шығып тұр. Осылай әр оқушы жазған кезде электронды тақтада көп жауаптар шығады. Енді кейбір оқушылар осы 2 бөлікті модельді мысалы 5 оқушы жазуы мүмкін, бір класста. 3 бөлікті модельді 10 оқушы жазуы мүмкін. Түсінгендері бойынша, үйренгендерін. Сонда ол жазу, неғұрлым оқушы көп жазған сайын, ол жазу үлкейе береді. Міне дәл осылай мен қазір бір-ақ оқушы ретінде кіріп тұрмын бұл жерде. Ал енді сыныпта болған кезде ол жазу үлкейеді. Міне осы жерді ұстаздар түсінбей сұрап жатсыздар. Міне жауабы осы. Бүгінгі видеоны осы үшін салып отырмын. Жасап сабақтарыңызда қолданып көріңіздер.